Саламатсыздар балалар. Бүгін Олимпиадаға қош келдіңдер. Үздік оқып болғандықтан, бүгін қазақтан тарихын тәлім олимпиадаға көрсетіледі. Сіздердің алдарыңа қатысушының жауаптары қойылды. Бар ма бәріңізде? Енді осы жердің мектеп деген жерге Хамит олимпиадасындағы 87-ші жалпы орта білім беретін мектептерді жазыңдар. Фамилия, имя, отчество, жөніңіздерді жазыңдар. Одан кейін сынып деген жерге әркім өзінің қай сыныптың оқып кеткенін жазады. 6-шы Б, 7-ші Ә дегенде, пәні дегенде қайта сендерге алдарыңа қазір 30 тапсырмадан құралған тест сұрақтары беріледі. Оқи отырып, мысалы бірінші тест тапсырмасы бойынша қайсы жауап дұрыс болса, мысалы Д варианты дұрыс болса, Д-ны былай нұсқалармен белгілейсіздер. Біргенше, ертіп әдемелер, шармай. Екінші нұсқасында Б дұрыс болса, соны белгілейсіздер. Сөйтіп, мына ұпай деген жерге назар аударбайсыздар, ол жерде біз 2 баллдан құрама, 1 баллма ол жерде тексеруші қояды. Бұл жауап қарағы туралы. Енді мына қазір мына қатарда 6-шы сынып отыр, мына қатарда 5-ші сынып, 6-шы сынып, 5-ші сынып. Қазір мен тест тапсырмаларын таратамын, мұқият, үндемей отырып орындарыңыз. Ya, cevabını buldum mu? Mınamdan okuyumuz tapsırmalarda. Ya, birincisini okuyumuz, birincisinin cevaplarına niye durduğunu yeni belirleyiniz. Ikincisini okuyumuz, ikincisini belirleyiniz. O zaman bu tapsırmanı oynayın. Tekrar bağlar. Başlar.
Bir minuttan da az vakit kaldı. Bu.